Әр адамның өз отбасы болады. Мынау менің отбасым. Отбасы дегеніміз ол ата-ана және олардың балалары, ұл-қыздары. Менің отбасым үлкен. Мынау менің атам мен әжем. Олар отбасымыздың үлкендері. Олар көпті көрген ақылды адамдар. Атам мен әжем менің әкемнің ата-анасы. Шешемнің ата-анасын мен оларды нағашы ата, нағашы әже деп атаймын. Ал мынау менің әкем мен шешем. Олар табыс тауып, отбасын асырайды. Ал мынау менің іні қарындастарым. Біз ұрпақты жалғастыратын болашақпыз. Үйде шама шарқыма қарай, іні қарындасыма қарап ойнатамын. Міне, біздің отбасымыз осындай тату.